Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бағыттамалы бұрма бойынша кезекші жұмысы. Біз біріншіден танысамыз. Бағыттама дегеніміз, бағыттамалы пост дегеніміз және бағыттамалы бұрма дегеніміз не? Бұл терминдерге жеке-жеке тоқталар болатын болсақ, бағыттама дегеніміз рамалық ресттен, үшкірлерден және бұру механизмдерінен тұратын бағыттамалы бұрманың бөлігі. Ал бағыттамалы пост дегеніміз бағыттама постының бір кезекшісі қызмет көрсететін орталықтандырылмаған басқарудағы бір немесе бірнеше бағыттамалы бұрмаларды айтады. Бағыттамалы бұрма дегеніміздің өзі жылжымалы құрамды, яғни суретте көріп тұрғандай жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға бұру үшін қолданылатын құрылғы. Бағыттамалы бұрмалар бұрма бағыттамаларынан, айқастырмалардан және олардың арасындағы жолдардан тұрады. Бағыттама бұрма бойынша кезекші жұмысына арнайы тоқталар болса, кезекшілікке түсер алдында бір күн тыныққан, сергек көңіл күйде кезекшілікті қабылдап алу керек. Бағыттама бұрма бойынша кезекші жұмысының жүргізу сипаттамасы станцияға келген пойыздарды қабылдау, кету және кіру жолдарын тексеру, станцияға пойыздың толық құрамда кіруін, енуін және станциядан толық құрамда жөнелтілуін бақылауы тиіс. Бағыттама бұрма бойынша кезекшісі білуге тиіс: біріншіден айналым құрылғысын, бағыт көрсеткіштерімен жарықтандыру ретін, бұрылыс кезіндегі жұмыс орындарын қоршау ережелерін, тежегіштерді пайдалану ережелерін, бұрылыстарды жақсы жағдайда ұстау ережелерін білуі тиіс. Сонымен қатар жауапкершілігі өткізу пунктіндегі кезекшілік міндеттерінің бірі болып саналады. Олар яғни пойыздар мен маневрлық пойыздарды, локомотивтердің қозғалысы туралы, станциялардың жолдары мен бұрылыстарындағы жұмысшыларға уақытылы хабардар етуі тиіс. Бағыттама бұрма бойынша кезекшілік кезінде ду-2 және ду-3 стол үсті журналдарын толтырады. Ол дегеніміз, яғни пойыздар мен локомотивтердің қозғалысын тіркеу журналы және де СОБы құрылғыларынан қандай да бір ақаулықтар шыққан кезде ду-46 журналын толтыруға тиіс. Сонымен білімгерлер сабақ түсінікті болса, сіздерге тапсырма: қосымша сұрақтар, яғни бағыттама бұрма дегеніміз, бағыттама посты дегеніміз, бағыттама бұрма бойынша кезекшіліктің жұмысы, олардың толтырылатын құжаттары және техника қауіпсіздігімен танысу, олардың сақтау ережелерін жазуымыз тиіс.